Ал енді балалар, біз қазір топпен жұмыс жасаймыз. Алдымен есепшілер тобына мынадай тапсырма беріледі. Отбасыларыңызда табыс көзі неден құралады? Қандай, яғни табыстың түрлері отбасына келеді. Сол туралы ойласып, бәріміз бірлесіп жазамыз. Келесі, қаржыгерлер тобы. Осы отбасына келген табысты біз қайда жұмсаймыз? Яғни сол ақшаға біз не аламыз? Сол туралы ойласып жазамыз. Одан кейін келесі бағалаушылар тобы сіздерге отбасындағы ақшаны қалай үнемдеуге болады? Сол туралы жазамыз. Тәтеміздің шәкірт ақысы, жүркек ақысы, еңбек ақысы. Дұрыс, жақсы, тақта әлі. Келесі екінші топ. Ата-анамыздың еңбек ақысы қайда пайдаланамыз? Бірінші, киім-кешекке, екінші, азық-түлікке, үшінші, дәрі-дәрмекке, төртінші, жиһазға, бесінші, шаштарымызға, алтыншы, төлемдерге. Жақсы. Келесі. Ақшаны қалай үнемдейміз? Ақшаны біз үнемдеуіміз керек, және де керек заттарды алуымыз керек, және үлкен шығыстарды қоятуымыз керек. Тамаша. Және де азық-түліктерді алуымыз керек. Және ақша үнемдеу үшін тізім жазып алып, сол арқылы алуымыз керек. Сол кезде ақшаны үнемдейміз. Жақсы, тамаша. Өте жақсы жауап. Енді балалар, жаңа біз осы ғана бір-бірімізді тыңдадық. Енді топтар бір-бірімізді бағалаймыз. Бірінші есепшілер тобы бағалаушыларды бағалайсыздар. Бағалаушылар қаржыгерлерді бағалайсыздар, қаржыгерлер есепшілерді бағалайсыздар. Кім бағалайды? Мына топтан кім бағалайды? Айта ғой. Мен қаржыгерлер тобына 100 балл қойғым келеді. Себебі олардың жазғандары өте қатты ұнады. Және де біздің топтарда айтып жатырмыз. Олардың жауаптары бізге қатты ұнады. Себебі мен 100-100 балл қоямын. Жақсы. Бағалаушылар, сіздерде кім бағалайды? Мен қаржыгерлерге 100 деген балын қоямын. Өйткені олар
толық нұсқасымен дұрыстап, ешқандай қатесіз айтты. Жақсы. Енді қаржыгерлер, есепшілерді бағалаймыз. Мен есепшілерге 100-100 деген балды қоямын, себебі олардың жазулары анық, және де дауыстары қатты шықты, және де сұрақтары, жауаптары өте дұрыс. Маған олардың жауаптары ұнады. Жақсы. Жақсы, тамаша. Енді әрі қарай балалар, осы бүгінгі сабағымызда біз қандай жаңа сөздермен таныстық айтып жіберейікші? Табыс, Дұрыс. шығыс, Кіріс, дұрыс. Сосын тағы да ақшаны үнемдеу, дұрыс айтасың. Жалақы, дұрыс. Тағы, Асылхан, тағы қандай жаңа сөздермен таныстық? Зейнетақы, дұрыс айтасың. Сосын шәкіртақы, жолақысы, дұрыс. Тағы жөргек ақы деген жаңа сөзбен таныстық, иә? Олай болса, қазір тақтада жұмбақ сөздер деген мынадай тапсырманы орындап жіберейік. Бұл тапсырмада балалар, сіздердің алдарыңызда бүгінгі сабақтағы жаңа сөздер берілген. Осы жаңа сөздерге сәйкес келетін анықтаманы бір-біріне сәйкестендіруіміз керек. Яғни, термен сөзбен анықтаманы сәйкестендіреміз. Бірінші, табыс. Табысты кім сәйкестендіреді? Ал жақсы кел. Бәріміз ойланып отырайық, иә, балалар? Тексер. Дұрыс па? Ойланамыз. Кім көмектеседі? Отыра қой. Айтылған, иә. Тексер. Дұрыс па екен? Келесі шығыс. Сендер алдымен оқымасыңдар. Кел, Аружан. Шығысты тауып кел, шығысты анықтамасы. Қайсысы деп ойлайсың? Оқып жібер, шығыс деген не екен? Қаржыны әртүрлі қажеттілікке жұмсау. Дұрыс, әртүрлі қажеттілікке. Келесі, салықтар мен төлемдер. Ибрахим. Тексер. Дұрыс па екен? Салық пен төлем деген не екен? Оқып жібере қой. Ең бірінші төленетін міндетті шығындар. Жақсы. Келесі енді қаржыны үнемдеу. Ерзат. Қаржыны үнемдеу дегеніміз не екен? Жақсы, жарайсыңдар деп жатыр, иә, балалар сіздерге, иә? Бүгінгі тапсырманы естедік, өте жақсы орындады. Енді осы жерде қаржыны әртүрлі қажеттілікке жұмсау деген сөзді кім түсіндіреді? Бана, сіздердің тапсырмаларыңыз әртүрлі қажеттіліктерге не жатады? Не алатын еді қаржыға, не? Азық-түлік, киім-кешек, дәрі-дәрмек, және де төлемақылар, жиһаздар. Дұрыс. Енді ең бірінші адам айлық алған кезде нені төлеу керек? Кредит, свет, газ, су, соларды төлеу керек. Яғни төлемдер. Және де қарыздарды төлеу керек. Қарыздар. Жақсы, тамаша. Енді балалар, қазір біз жұппен жұмыс жасаймыз. Осы топта балалар бір-бірлеріңізбен жұптасасыздар. Мына жерде сіз жұптаса болыңыздар. Келесі топ. Топтан алдына жұптасайық, иә? Есепшілер. Енді сіздерге мынадай тапсырма. Бүгін сіздің туған күніңізге туыстарыңыз ақша алып келді. Сол ақшаны қайда жұмсайсыздар? Өзара ойласаңыз. Абай болдық. Енді бәріміз ойласаңыз,
Болдық па? Отбасы. Мұнда айтамыз, жауабымыз. Біздің туған күнімізде қонақтар ақша берсе, оны ата-анамызға, қалған тиындарды бауырларымызға береміз. Жақсы. Тағы кім айтқысы келеді? Жағдайы төмен адамдарға беретін едік. Жағдайы төмен адамдарға бергім келеді дейді. Тағы мына жерде айтамыз. Біз ол ақшаның жартысын ата-анамызға береміз. Сосын жартысын алып қаламыз, жағдайы жоқ адамдарға береміз. Жақсы. Тағы кім айтады? Сіз ол ақшаны үйге киім-кешек, азық-түлік, тағы да басқа заттар алар едік. Яғни анаңа бересің ба? Жақсы. Біз бірінші алдымен азық-түлік, киім-кешек және де жартысын ата-анамызға беретін едік. Біз ақшаны ата-анамызға береміз, керек затты алып, азық-түлік алады. Дәрі-дәрмек алады, дәрумендер алады, құралдар. Жақсы. Аружан. Біз ең бірінші азық-түлік алып, оның қалған жарты ақшасын ата-анамызға беретін едік. Біз туған күннен түскен ақшаларды отбасымызға беретін едік. Олар бізге өте керекті заттарымызды алып беретін еді. Жақсы. Отыра қойыңдар. Балалар өте жақсы жауаптар айттыңдар. Енді сіздерге мынадай соңғы сұрақ қойғым келеді. Үйдегі ата-аналарының қаржысы болсын, жалпы үйге түскен табыстың осы кезде, дәл осы кезде қанша мөлшерде қалғанын білу маңызды ма? Қажет жоқ. Неге маңызды деп ойлаймыз? Бұл көтеріп айтамыз. Өйткені ол алатын заттарды түгелдеп алуымыз керек. Өйткені одан басқа ақша беріп қойсақ, оған келесі айға жетпей қалуы мүмкін біздің алатын продуктымызға. Біз сондықтан оның бәрін түгелдеп жүруіміз керек. Өйткені артық беріп қоюымыз мүмкін. Яғни бұны ақшаны не істеу деп айтады? Үнемдеу немесе ақшаны жоспарлау деп айтады. Тағы кімнен хабардар айтады? Маңызды себебі ол бір айға жеткізу керек. Мысалға біз аналарымыз мысалға сүт, нан аламыз деп айтқанда ақшамыз жетпей қалуы мүмкін. Жақсы, тамаша. Келесі, Нұрдаулет. Бұл заттарды үнемдеп бір жерге жазып қоймасақ, біз ақшаны босқа құртып, ақшамызды үнемдей алмай, продуктілерге көп ақша жетпей қалады. Дұрыс айтасың. Яғни бұл үйдегі қаржыны не деп аталады? Үнемдеу деп аталады. Біз үнемдеу арқылы кімге құрмет көрсетеміз, балалар? Ата-анамызға құрмет көрсетеміз. Өткен себебі үйге келетін бүкіл табысты кім табады үйде? Ата-аналарымыз шаршап, қиналып, демалмай табады. Сол үшін біз ата-аналарымызға не істеуіміз керек? Құрмет көрсетуіміз керек. Дұрыс. Ол үшін не істеу керек? Үстімізде киімді қалай кию керек? Дұрыс айтасыз. Ұқыпты киген кезде барлық үйдегі нәрсе не болады? Үнемді болады. Жақсы балалар. Енді бүгінгі сабақта сіздер қандай әсер алдыңыздар? Соны көргім келіп тұр, білгім келіп тұр. Бүгінгі сабақ туралы қандай әсер алдыңыз? Бүгінгі сабақ маған ұнады. Не себепті? Өйткені біз онда жұмбақтарды шештік. Жақсы. Келесі, Натоқтар. Айболған. Маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Өйткені бүгін біз топтасып жұмыс жасадық. Және де қатты ұнағаны біз осындай сабақтарда үнемі болған қалаймын. Өйткені дүниетану сабағы маған өте қатты ұнайды. Жақсы. Рахмет. Айболған. Натоқтар кім айтқысы келеді? Маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Себебі бүгін біз топтық жұмыстар және де өте көп ақпараттарды алдым. Маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Жақсы. Рахмет.